әуезовті көруге екі рет барып, өз сыртынан көріп, құмартып жүретім. Орыс балалармен төбелесіп өскен. Солай тірлік болды. Мәскеуге әдебиет... Сойрақта оқып жүргенде ғой, мен аны бір әңгіме жазып жүргенмін, орыс тілінде жаза беретім. Соны Мәскеуге оқуға Ғабең егеменге ауысты. Мен елге кетіп қалдым, қайтып келсем, Ғабеңе не жіберіп тұрды. Ол кісі мен шығарған материалдарын басып жүреді. Ғабеңе сәлем беріп шығайын деп барсам, социалистік Қазақстан ауысты. Ай, сен дұрыс келдің деді. Түсінбей қалдым, неге деді. Москваға менен екі бала сұрап отыр. Әдебиет институты, иә? Иә. Литературный институтта болды. Соған екі бала керек деп отыр. Біреуі орыс болсын деді. Оны алып қойдық деді. Біреуі қазақ болсын деді. Мен сені күтіп отырмын. Ол кезде орысшаға жүйріксіз, иә? Жүйріктің енді. Орыс балалармен төбелесіп өскен. Сонымен Мәскеуге бірақ тарттық. 2 жыл оқыдыңыз ба? Иә. Литературный газета сол оқып жүрген кезде жұмыс істегенсіз? Оның алдында мен 1 жыл Общий комсомольский школда комсомолды жетілдіру үшін сояқта оқытып алады. Бірақ қайтып кеттім, жұмысқа қаласың ба дедім, мен қалмайын деді, себебі әкемнің ауырып жүрген кез. Сонымен Ғабеңнің арқасында филитонист болып жүріп, жаза бастадым, қысқа әңгімелер. Және ол кісі өзі айтады, әміле ол қатты жақсы екен, осында өңдеп жүрбеші дейді. Жаңағы отырып өңдеймін. Ана кісінің атынан кетеді, бірақ өңдеу менің факты бар. Мен өте қапқанда болдым. Әуезовтің лекциясына қатысқан жоқсыз? Жоқ, мен лекциясына қатысқан жоқпын, бірақ әуезовті көруге екі рет барып, өз сыртынан көріп, құмартып жүретім. Оның үстіне ол кісі көбінесе Москвада жүретін ол кісі. Сондай. Литературный газетада қай кезде жұмыс істедіңіз? Әдебиет институтында оқып жүрген кезде ме? Литературный газета мен уже жаңағы филитонист болып жүрген кезімде жібере бастадым. Шақыру келді. Барсам, сол сен алар едік қызметке деді. Москвичке өттім, 2 жыл. Қазақ әдебиетіне бет бұруыңызға сол Ғабеңнің әсері тиді ме? Қазақша жаза бастауыңызға, қазақша көркем дүниеге оралуыңызға? Иә, енді өзімді көп оқитынмын. Көп оқитынмын. Ғабеңдердің бәрін оқыдым. Толстойға кірісіп кеттім, Толстойды, Чеховты. Орыс тілін жақсы меңгерген. Чеховты ешқандай қиналмай, Толстойды кішкене қиналып бастадым. Себебі оның ол кісінің сөйлемі 1 бет, 2 бет, 5 бетке кетіп қалатын бір сөйлем. Сол күндердің күнде Ғабең айтты, Москваға бала керек деп отыр, барасың ба деді. Ол кездерде Ахан Нұрмановтың тірі кезі ме? Мәскеуде оқыған кездерде сіздер? Онымен де жақын етене араластыңыз ба? Араластым. Мен енді негізгі досым Қалихан болды. Сонымен мен әкімді Сайында болдым. Бұлар бірімен бірі білгенменен мен жоқ жерде бірін-бірі іздемейтін, что интересно такое. Басын біріктіретін мен болады. Қалихан бір күні айтты, көке дейді.
Давай, Алтайға кеттік. Алтайға кеттік. Барып жүріп қайттық. Сайынды алып кетейік дедім, айтып алып кетсе алып кетейік. Содан кейін 3-4 айдан кейін Сайын, әй көке, давай Талдықорғанға кеттік деді. Барайық деді. Сөйтіп жүріп, содан кейін маған кезек келді. Әй, давай Таразға барайық. Әулиеата, Тараз. Алып бардым, Ақыртөбедегі жерде мектеп бітірген едім. Сол жерге алып бардық, мына жерде мен мектеп бітірдім. Осы жерде төбелес күнде сөйтетін едік, бүйтетін едік деп жаңағы. Ол кездің төбелесі рахат болатын, мұрнымнан басқа ештеңе. Сотқа беруде ештеңе жоқ, нормальный, еврей. Сол сапарда ғой, кімнің Сайын ағаның сіз туралы не жазатын, әңгіме жазатын. Иә. Сізді алып барып деген кейін. Иә. Ана Ахан Нұрмановтың Құланның ажалы жазылды ғой кейін. Бірақ ол аяқталмай қалған шығар. Аяқталмай қалды. Оны Қалихан аға аяқтады ма? Иә, Қалихан. Мен бердім, айттым, саған айтып жүрші едім, маған да айтатын. Негіз басында, ол баста орысша жазылғаны дейді ғой, ол шығарма? Орысша сондай таза сөйлейді. Ол кезде Торғай өлісі деп аталатын. Онда қазақ аз болып қалған. Және Кейкі батырды тем более айтылмайтын кез ғой. Селина, ары қосылына. Бір ауылда біз менен корреспондент болып көп аралаған келді. Мысалы үшін Павлодарға барғанда қазақ ауылына барамыз ғой. Сонда қазақ ауылы деп аталғанмен 80%, 60% орысқа ауыстырады. Ал кейбір совхоздарда вообще жоқ қазақ. Себебі неден алып келді, 3 миллион адамды Сібірден, неден алдыменен Европа жақтан алып келді. Олардың бәрі қашты. Тұрғысы келмей, Иә, Европа жақтан келгендер. Онан кейін Сібір жақтан алып келді. Ол енді біздің табиғатқа ыңғайланып қойған. Олар да қашты, араласты, төбелесті, қашты. Селина, қалай мен келгенін мен жақсы білемін. Айлап жататын бар еді. Сол жаңағы идеяны мен айттым дедіңіз ғой Қалихан ағаға. Құланның ажалын жалғастыру туралы. Жалғастыру бұл өзі жазды, бірақ мен сен мынаны жалғастыруына болады ғой. Құланның ажалы не ғой? Қалихан емес, ана кім ғой? Ахан Нұрмановты сіз, Ахан Нұрмановты айтқан. Содан кейін ол жалғастырды. Анау батырдың образын кіргізді. Не кейкін. Бірақ сол біз кезде... бір-бірімізге ешбір намыстанбай ақыл оқитынбыз. Ақыл береміз. Сынаймыз, төбелесіп қаламыз. Ол төбелестердің ешқандай салмағы болмайды. Идея бердіңіздер ме бір-бірлеріңізге? Мысалы, ана Османхан Әубәкіровтің айтуы бойынша Райгүл дүниеге келді ғой Сайын аға. Сіздің де сондай шығармаларыңыз болды ма? Мен ондай. Ол өзі сұраса, оқып, мынандай болып жатыр, оқисың ба десе оқиды. Бірақ ақыл айту деген. Сайынға ғана кімге ғана, Рамазанға ғана ақыл айттым. Сен мынау Селина көтеріп жатқан біреулерді жазыпсың. Сен оларды сыртынан ғана көрген журналист ретінде жазыпсың деді. Ол ыза болды. Төбелесен деді, төбелесе алмайсың, білесің ғой дедім. Менің мінезім білесің ғой, төбелесе алмайсың. Содан ыза болды, жаңа айттым ғой, солтүстік мұхиттың жағасына кетіп қалды. Сол сіздің бір ауыз сөзіңізге ма? Жаман ғой ол сөз. Содан кейін келді. Сен мынау орыс тілінен аударған сияқты мынауың дедім.